Менің атым Самир, мен студентпін. Мен бұл сұрақты қойғым келеді. Исламда ерлер үшін ең жоғарғы шегі бар, ең көбі 4 әйел. Бірақ неге Мұхаммед пайғамбардың 11 әйелі болды? Оның гиперсексуал екендігі туралы түсінік бар. Мәселе мынада, ислам ең көп дегенде 4 әйел алуға мүмкіндік беретіндіктен. Мұхаммед пайғамбардың 11 әйелі қалай болды? Мен бауырласпен келісемін. Құранда, Ан-Ниса сүресінде 4-ші тарау. Аят 3-те ең көбі 4 әйел болуы мүмкін дейді. Бәрі білетіндей, ер адамдарға 4-5 рет үйленуге рұқсат етіледі. Сондықтан мен мұны ешқандай логикаға сәйкес келмейді деп санаймын. Өйткені мен неке деген, ол бір еркек пен бір әйел екеніне сенемін. Осыны түсіндірсеңіз, рахмет. Полигамияға келетін болсақ, ер адамның бірнеше әйелі болатын жағдайда, ислам бұл жалғыз дін, ал Құран жер бетіндегі тек біреуіне үйлен деген жалғыз діни жазба. Құраннан басқа ондай бірде бір діни жазба жоқ. Мен салыстырмалы дін тану пәнін оқып шықтым, және басқа бір кітапта тек біреуіне үйлен деп айтылмаған. Киелі кітапта мұндай аят жоқ. Бхагават Гитада мұндай жазба жоқ. Әлемде Құраннан басқа тек біреуіне үйлен деген бір жазба жоқ.